осы нөмір 49 Жасұлан Бөбекжай баршасына менің ұлым Заңғар келеді. Заңғардың сөйлеу барысында кейбір дыбыстары толық қойылмаған. Сол үшін біз сіздерден кеңес алуға келіп отырмыз. Сөйлеу барысында әдемі, дұрыс сөйлеу үшін қандай ақыл кеңестер бізге берер едіңіздер? Сәлеметсіздер ме? Қош келіпсіздер тағы да. Сұрағыңыз өте орынды. Қазіргі таңда көптеген балалардың сөйлеуі қабілеті, сөйлеу мәнерлері қиындық тудырып жатыр. Бұл өте мәселе. Біздің балабақшамызда логопед мамандары жұмыс жасайды. Бірақ сонымен бірге өзім тәрбиеші ретінде өзіміздің топта балалардың дұрыс сөйлеуін қалыптастыру үшін, дыбыстарды анық айту үшін біз балалармен тыныс алу жаттығуларын ойнатып айналысамыз. Тыныс алу жаттығулары әдемі сөйлеудің денсаулық үшін өте маңызы зор. Тыныс алу жаттығуларын орындатқанда алдыменен күрделі емес, оңай, жеңілдірек түрін балаларға ұсыну қажет. Бұл ойындарды сіз үй жағдайында орындатуға болады. Тыныс алу жаттығуларын орындатқан кезде өзінің шарттары бар. Бірінші, күрделі емес, жай, оңай түрінен бастау керек. Тыныс алу жаттығуын орындатқанда міндетті түрде үлкендердің көмегі қажет. Бала сол тыныс алу жаттығуды орындай отырып, сол орындау тыныс алу жаттығуы өзіне оңайырақ соғып, бала үйреншікті болады. Сол жағдайдан кейін бала ары қарай өз бетінше орындайды. Әрбір тыныс алу жаттығуын орындағанда 5 минуттан артық созылмау қажет. Қазір мен сізге бірнеше тыныс алу жаттығуларын ұсынамын. Жеңіл әрі қолжетімді. Өзіңіз қазір бірнеше түрін орындап болған екен, үй жағдайында өзіңізде осыны қолдан жасап, балаға қызықты етіп ұсынуға болады. Олай болса, бүгінгі жаңа тыныс алу жаттығуларын орындап көрейік өзіңізбен бірге, балалармен бірге. Сіздерге тыныс алу ойынын ұсынамын. Күннің бетін бұлт жапты, жел тұрып, қатты дауыл соғып, бұлттар ыдырады жан-жаққа. Кәне балаңыз екеуіңіз өрлеңіз. Міне керемет. Міне байқағандарыңыздай, осы жаттығуды орындай отырып, баланың сөйлеуін дамытуға болады. Міне осылай баланың әдемі сөйлеуге де үйретуге болады. Сіздерге тағы бір ойынды ұсынамын. Бұл ойын өте қызықты, бала керемет қызығады. Алдарыңызда тұрған әдемі қызылды жасылды гүлді иіскейміз алдыменен, одан кейін гүлдегі көбелекті ұшырамыз.